Ассаламу алейкум қыздар, сіздермен бірге мен Гүлжан Алмеш. Бүгін мен сіздерге Миясафа французский дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маған қолдау білдіріп кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызды майлап аламыз. Асты жабысып қалмас үшін майлап шығатын боламыз. Алғаннан кейін осылай чухайып тұрған картоптарымызды салып шығатын боламыз. Аралары қатты ашық болмау керек. Шықтық, енді үстіне мен қаймақ жағам. Майонез жақсаңыздар да болады, қаймақ жақсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша мен қаймақ жағып шығатын боламын. Қаймағымызды жағып шықтық, енді үстіне шым тұз себетін боламыз. Дарымыздың арасы қатты ауыр жерлеріне де салмаңыздар, себебі піспей қалуы мүмкін. Сол себепті де салмай қойған дұрыс. Енді осының үстіне мен енді үстіне салатын етімізді фарш жасаңыздар да болады, ет жасаңыздар да болады. Мен тауықтың еті және де жылқының етін соқтап турап алдым. Тұз сеуіп, кішкене тұз сеуіп араластырып шығатын боламыз. Енді картоптарымыздың үстіне салып шығатын боламыз. Енді жартысына тауықтың етін салып шығатын боламыз. Қойып шықтық, енді үстіне қаймақ жағып шығатын боламыз. Қаймағымызды жағып шықты, енді осының үстіне пиязымызды салып шығатын боламыз. Кусоктап тұрған пиязымызды салатын боламыз. Үстіне қайтадан картоптарымызды қойып шығатын боламыз. Шым тұз себеміз. Және де тағыдан қаймақ жағып шығатын боламыз. Неге жағып шықты, енді үстіне помидорларымызды қойып шығатын боламыз. Помидорларымызды қойып шықты, енді осының үстіне де тұз себеміз, кішкене шым қалып кеткесіне шығып тұз сеуіп, сосын барып үстіне қаймағымызды жағып шығатын боламыз. Енді осы дайын болған немізді духовкаға 30 минутқа салып алатын боламыз. Міне пісіп шықты, енді осының үстіне сырымызды салатын боламыз. Сеуіп болды қыздар. Енді үстіне немізді де сеуіп болды. Енді осыны қайтадан 5-10 минутқа сыры ерігенше салып алатын боламыз духовкаға. Дайын болды қыздар, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға дайындап беріңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжан Алмеш. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әр видео рецепт шыққанда сіздерге барып тұратын болады.